Көкшетау қаласында жаңадан жылу электр орталығы салынады. Жоба бойынша нысан 2028-2029 жылдары қолданысқа енгізіліп, шаһар тұрғындарының қазіргі және келешектегі сұранысын толық қамтитын болады. Бұл жоба Қазақстан мен Ресей үкіметтері арасындағы келісімге сай жүзеге асырылуда. Бүгін енді Көкшетау қаласындағы орталықты салу бойынша жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі шартқа қол қойылды. Өскемен, Семей және Көкшетау. Осы үш шаһарда еліміз егемендік алғалы алғаш рет жылу электр орталығы салынатын болады. Бұған дейін бұл аталған облыс орталықтарында мұндай құрылыс жүргізілмеген. Ал бүгін ресейлік энергетикалық компаниямен Көкшетау қаласында жылу электр орталығын салу жобасы бойынша жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі шартқа қол қойылды. Бүгін Көкшетау жылу электр орталығы және Интерау экспорт компанияларының арасында жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша келісімшартқа қол қойылды. Келісімшарт бойынша Интерау экспорт жабдықтарды жеткізу және құрылысты толық аяқтау бойынша міндеттерді атқарады. Жоба бойынша Көкшетау қаласында электр қуаты 240 мегаватт және жылу қуаты 520 гигакалорий сағат болатын жаңа жылу электр орталығы салынады. Айта кету керек, бұл орталықта кейін көмірден табиғи газға ауыстыруға мүмкіндік беретін технологиялық шешімдер қарастырылады. Жақын арада біз жылу электр орталығы алаңында дайындық құрылыс жұмыстарын бастаймыз және де жыл соңына дейін негізгі және қосалқы жабдықтарды дайындайтын заводтарға тапсырыстар береміз. Негізі Көкшетаудағы алғашқы жылу электр орталығы кезең-кезеңмен 2028-2029 жылдары қолданысқа енгізіледі деп күтіледі. Орталық алдағы уақытта шаһар тұрғындарының қазіргі және келешектегі сұранысын толық қамтымақ. Ал мұнда 400-ге жуық жаңа жұмыс орны құрылады деп жоспарланған. Риат Шони, Бағдат Қайыркенов, 24 KZ.